Аса қамқор ерекше мейірімді рахымды Алланың есімімен бастаймын. Адамзаттың асыл тажы, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Құрметті YouTube желісіндегі көрермендер, тыңдармандар, Алла субханала тағала бүгінгі сұхбатымызды берекелді қайырлы етсін. Сол көрермен бауырларымыздың жамағаттардан түскен сұрақ бойынша сұхбатымызды өрбітеміз. Мынандай сұрақ түскен екен: қыз бен жігіттің жүруі қаншалықты бұрыстығын айқындап берсеңіздер деген. Бұның жауабы екі түрлі болады. Қыз бен жігіттің жүруі қазіргі сол жастардың тілімен айтқан кезде әрине дұрыс және дұрыс емес болып екіге бөлінеді. Жігіт пен қыздың жүруі дұрыс болады егер жігіт үйленуге шын ниет етіп бел буған болса, және шариғат шеңберінен шығып кетпестен, қазір оған тоқталамын, сол шариғат шеңберіне сай көріністе қыз баламен осындай байланысты болуы шариғат тыйым салмайды. Өйткені қыз бала оны көріп, онымен мәміле қылып, бір-бірін жақсы түсініп, одан кейін барып неке қию рәсіміне кірісетін болады. Енді сол екінші дұрыс емес жағы, жігіттің ниеті жоқ үйленуге, қыздармен жүре берейін, көре берейін, маған ұнайды қызбен деген нәрсе харам болады. Қыз бала көрінген қызға көз салып, ондай ол шахват көзбен, басқа көзбен ол харам болады. Ол дұрыс емес. Енді дұрыс жағын талқылайтын болсақ, сұхбат ретінде, қыз бала мен жігіт жаңа айтқанда екеуі сол некелесетін жасқа жеткен болу керек, балиған, ақидан балиғатқа толған, ақыл естері бүтін. Құдай қаласа міне үйленеміз, ниет еттік деген сондай шешім қабылдаған болу керек. Және шариғат шеңберіне сай олар жеке кездесуге болмайды. Жеке, бұны хитпа деп айтылады. Яғни хитпа деген әлі неке емес. Сол некенің алдында қыз бен жігіт бір-бірін сынайды, бір-бірін көреді, кездеседі. Кейде сұрап жатады, ол 3 мәртеден аспа керек. Жоқ, 3 мәрте, 5 мәрте, 10 мәрте деген жері жоқ. Қажет болса бірнеше мәрте кездесуге болады. Бірақ шариғат шеңберінен шығып кетуге болмайды. Яғни екеуі жеке қалып паркте қыдырып жүруге болмайды. Екеуі жеке жаңағыдай киноға баруға болмайды. Үшіншісі шайтан болады деген пайғамбар алейхиссалам. Бірақ сол үшінші адам сол қыз тарапынан болу керек. Қыз тарапынан сөйтіп бұлар сөйлесіп, екеуі сырласып, қыз бен жігіт кездесуге шариғат рұқсат береді. Енді бұл жердегі мақсат не? Өйткені пайғамбар алейхиссаламның бір сахабасы сол үйленуге ниет қылғандығын айтқан кезде, пайғамбар алейхиссалам сол қызбен кездесіп көрдің ба деп сұраған. Жаңа сахаба бұлай сыртынан байқадым деген кезде, пайғамбар алейхиссалам жаңа сахабасына жоқ, барып кездесіп, асықпай көріп келіңіз деген. Жаңа сахаба бірнеше күннен кейін, я Расулалла, мен көріп келдім дегенде, пайғамбар алейхиссалам және сұрады: жақсылап қарадыңыз ба, және жақсылап мән бердің ба дегенде, я Расулалла, бұлай қарадым ғой дегенде, Расулалла және қайтарып жіберген. Қызды асықпай жақсылап қарап ал. Кейін үшіншісінде барып Расулалла сонымен некелессе жақсы екендігін айтқан. Бұл жерден қорытынды, бұл деген сөз қазақ тілімен айтқан кезде жеті өлшеп бір кесетін мәселе. Қыз бен жігіттің жаңа кездесуі. Және жаңа айтылғандай, жігіт шешім қабылдаған, үйленуге ниет қылған болу керек. Және сырт көріністерін былай байқайды. Шариғат бойынша жігіт бірінші сатында айтатын болсақ, қыздың сыртынан қарау керек бірінші. Қыз оны білмеу керек. Жақсылап ұнатты, сұрастырды, кімнің қызы, қандай қыз. Жігітке ұнады. Құдай қаласа осы қыз келісім берсе, оған некелесіп жұптасамын деген ниет қабылдады. Кейін қызға айтылады, осындай бір жігіт сыртыңыздан көріпті деп. Қызды оны білдірмей жігіттің сыртынан қарайды. Кейін барып екінші мәселеде қызда келісім бергеннен кейін барып бұлар кездестіреді. Соны хитпа деп айтады. Сол хитпада жаңа айтылғандай бір-бірінің енді
ішкі жан дүниесі сөз барысында білінеді. Яғни бұлар бір-біріне келеді ма, қазір тілмен айтқан кезде психологиялар, яғни жалпы жан дүниелері бір-біріне қалай екендігін сөйлесу барысында анықталынатын болады. Ал басқа жаңағы айтылған рұқсат емес көріністегі кездесуге дұрыс емес дегені, қыз балада жігітке де тыйым салынады, әлі үйлену ниетінде болмаса ол тыйым салынады. Енді сол қыз тәрбиелеп жатқан, ұл тәрбиелеп жатқан ата-ана ретінде айтарымыз өте ықтият болу керек. Біз ата-ана ретінде қыздарымызға жауап береміз Құдайдың алдында. Қыз бала тұрмысқа шыққанға шейін оған 3 адам жауап береді. Әкесі, ағасы және балиғатқа толған әнесі қыз баланың. Қыз баланың абыройы, оның барша жауапкершілігі осы 3 адамның мойнында болады. Міне сол секілді, сол себепті қыздарға өте мұқият тәрбие беру керек. Алла Субхана ва Тағаланың сол шариғатын кішкентай кезінен бастап түсіндіріп, жеткізіп, ақырындап сол Алла Тағаланың бұйрықтарын орындауға үйрету керек қыз баланы. Қазақ айтады ғой, қыз бала 40 үйден тыйым. Неге тыйым? Өйткені ол қыз бала өте қымбат, өте сондай құрметті, лайықты қып жаратқан Алла Субхана ва Тағала. Сол әйел кісіні, қыз баланы, сол себепті жаңағыдай былай жай қарауға болмайды. Қазір интернет желілерінде бір бүткіл әлемді көру болып жатқан жағдайларға сондай бір ақпарат көздері өте бір қол жетімді болып кеткен себепті кейбір қыздарымызға, балаларымызға олардың да кері әсерлері бар. Оларға еліктеу бар. Бұның бәрі дұрыс емес. Бәлкім қыз бала өте ұятты болып тәрбиелену керек. Мен енді ұсыныс ретінде осы мынау білім министрліктегі ағаларымызға айтар едім. Жалпы мектептің қабырғасынан басталынса деп айтар едім. Яғни мектеп қабырғасында бала мен қызды бір партаға отырғызып қоюды, соны кішкене бір өзгертуден бастап ұсыныс айтар едім. Яғни тым болмаса қыз бен қыз отырса партада, бала мен бала отырса, ұл бала мен ұл бала. Өйткені сол бірінші сыныпта мысалға ұл бала қыз баламен отырғысы келмейді. Бұл фитратта бар нәрсе, жалпы адам табиғатында бар нәрсе екен. Бала баланы қалап тұрады. Яғни сонымен дос болады, сонымен ойнады бала ретінде. Бірақ сол үлкендер біздер дұрыс қабылдауымыз керек. Тіпті мынау көрші мемлекет Ресейдің бір несінде көрген едім, каналында. Сол тәжірибеден өтіп көріпті, оң нәтиже берген. Яғни қыз балалар бір сыныпта өздері жеке, ұл балаларды бір сыныпта жеке өздерінің білім беріп көрген. Қаншалықты сапалы болатындығын. Және араласып отырғандарға қарағанда, мынау бірыңғай сыныптағы қыз балалар мен бірыңғай сыныптағы ұл балалардың сапасы, білім алу, әдебі бәрі өте өзгеше болған. Және нәтижелі болған, басқаға қарағанда ол озат болған. Бұның бәрі міне содан бастау керек деп ойлаймын. Ұсыныс ретінде, яғни қыз балаларды барынша ұятты қылып, өйткені қыз балалардың қолын ұстауға болмайды. Бөтен балалар, қазақ айтады ғой, қыз баланың қолын ұстаған кезде ол ұятты қолы ақырындап сол қолына ұят кете бастайды. Ұят кеткеннен кейін қолында қытыға дейді. Қолында қытыға кете бастағаннан кейін артынан ұяты кете бастайды. Ұят кеткеннен кейін артынан абыройы кете бастайды. Міне бір-біріне жалғасында түрде осындай бір көріністер бар. Өкінішке орай жоққа шығара алмаймыз. Елімізде сол кәмелетке толмаған мектеп қабырғасында жүріп қыз балалардың жүкті болып қалғанда жайында небір ақпараттарды айтылған кезде енді Алла сақтасын елімізді ондай екінші мәрте ондай болмауды Алла нәсіп етсін деп сұраймыз. Бірақ үлкен ата-аналар, үлкен мынау ағаларымыз біздер дұрыс түсінуіміз керек деп ойлаймын. Бұның себеп салдарын біз қолға алу керек сияқты. Яғни нәтижемен күреспеуіміз керек. Себеп салдарлары сол балаларды барынша сол кішкентай кезінен бастап қыз балалар бірыңғай бір сыныпта оқыса, тым болмаса сол қыз бен қыз отырса сыныптан немесе деген секілді. Өйткені сол сынып, мектеп қабырғасының өзінде сол бала мен қызды жақындату процесс жаңағы сатысы сол жерден басталады.
тіпті жаңа бір мейрамдарда тіпті мұғалімдердің өзі бала мен қыздың қалай вальс билеуін белінен ұстау керек, қалай бәрін үйрететін. Мектептерден басталады. Солай үйренген балалар әрине қымтанбай, ұялмай, әрмен қарай олар оны дұрыс деп қабылдайды. Кейін әрмен қарай ол жүру олар үшін бір жай нәрсе болып қалады. Кейін оны әрмен қарай Алла сақтасын, жаңағыдай Алланың шариғатына қарсы келетін жағдайға кетіп қалады. Сол үшін қыз бен жігіт жаңағы жүру дұрыс па деген мәселенің жауаптары осылай болды. Жалпы екіге бөлінді, дұрыс немесе дұрыс емес. Қыз баламен жүруге болады, бірақ шариғат шеңберінен шығып кетуге болмайды. Және жаңа айтылғанда үйленетін ниетпен болса. Үйленемін, Құдай қаласа мен ниет еттім деген ниетпен қана шариғат рұқсат етеді, қыз баланы көріп, таңдап, ойындағы қызға сөз салып, айттырып, адамдарды жіберу арқылы болады екен. Және қыз балаларға да сол мәселе. Қыз балалар қанша ұятты болып, қымтанып, ибалы болған сайын, ол қызға сұраныс көп болады. Ондай қыздарға сұраныс көп болады. Және Алла Субхана ва Тағала да сол қыздың тақуалығына қарай Алла Тағала оған жақсы тақуа жігітті нәсіп етеді. Оған мысал Абу Ханифа рахмахулланың әкесі Сабит деген кісі, Нұғман ибн Сабит, білесіздер, Абу Ханифаның есімі. Сол кісі, Абу Ханифа рахмахулланың әкесі Сабит деген кісі тақуа кісі болған. Бұл қиссаны өте мәшһүр, бүткіл халық біледі, көпшілігі. Енді жастар білмегендер болса бір есіне салып қойын деп тұрғаным. Сол Сабит деген жігіт Құдайдан қорқатын, құлшылығына берік болған, тақуа жігіт болған. Күндердің күнінде сол өз елінің жағасында отырып, суды пайдаланып, қарап отырса, бір алма ағып келе жатқан еді дейді. Сөйтіп, жаңа алманы алып алып, ойында ешнәрсе жоқ, алманы бір тістеп, жегеннен кейін барып есіне түсіп қалады, бұл алма оныкі емес. Яғни біреудің мүлкін рұқсатсыз пайдаланып қойғандығын ол сезіп қойды. Сөйтіп, жаңа өз елінің жағасын жағалап отырып, жаңа алманың иесін іздеп келе жатқан көрінісі, бір ауладан бір алманың шақтары былай түсіп тұрған еді деп келеді сол кітапта. Қараса, жаңа қолындағы алма сол шақтардағы ілініп тұрған алмаларға ұқсайды. Қараса, дәл сондай алма. Сөйтіп, жаңағы үйдің есігін қақса, бір қария кісі шықты дейді, ақсақал. Сөйтіп айтады, мен сіздің алмаңызды осындай рұқсатсыз пайдаланып қойған едім, кешірім сұрауға келдім, ақысын төлеуге келдім дейді. Сөйтіп, жаңа қария кісі де екі шарт қойған, осы екі шарт орындаса ғана оның кешіретіндігін айтқан. Бірінші шартым деген 2 жыл бойы, 2 жыл мерзімінде біздің үйде қызметте боласың деді. Екінші шартым деді, сол бірінші шарт орындап болған екен айтамын деді. Сөйтіп жаңа жігіт келісімін берді. Ертең Құдайдың алдына барғанда осы алма себепті сұрақ жауап қатты болып, біреудің ақысын рұқсатсыз пайдаланып қойып, Алланың алдында қара бет болғаннан гөрі мына ақсақалдың 2 жыл қызметін жасап, батасын алып, разылықшына бөленгенім әлде абзал ғой деп шешім қабылдап ақсақалға разылығын берді. Сөйтіп 2 жыл қызметінде болады жаңа кісінің үйінде. Сөйтіп мерзімі аяқталғаннан кейін екінші талабын сұрайды. Екінші талабыңызды айтыңыз, мен соны орындап сізден немді босатайын дейді, разылығымды алайын деп. Сол кезде қария айтады, екінші талабым менің көзім көрмейтін, құлағы естімейтін, қол аяғы жоқ, сөйлей алмайтын сондай қызым бар деді. Соны аласың некеңе деді. Соны қарамағыңа алсам ғана мен разыман. Сол кезде ғана жаңағы рұқсатсыз жеп қойған алманың хақысын өтеген боласың деп сондай мағынада талабын айтады. Жаңағы Сабит деген тақуа жігіт және Алланың алдындағы, Алланың құзырындағы есеп беретін күнін есіне алып, Алланың алдына барғанда жағдайым осы алма себепті Алланың алдында жағдайым қиын болмасын деген мақсатта разылығын береді. Сөйтіп, жаңағы қызын алып ертең еліне қайтуды сондай ойын жеткізген кезде қария кісі жаңағы жігітті бір бөлмеге алып кірді дейді. Бөлмеге алып кірсе, сол бөлменің ішінде өте көрікті қыз баланы отырған көреді. Кейін жаңағы тақуа жігіт қарияға қарап, жаңа мүгедек қызыңыз қайда? Кемтар қызыңыз айтқан едіңіз ғой, көзі көрмейтін, құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын, қолы жоқ, аяғы жоқ.
сол қызыңыз қайда дегенде, жаңа қария кісі сол отырған қызды көрсеткен. Міне менің айтқан қызым осы еді дейді. Көзі көрмейді деген харам нәрсеге қараған емес. Құлағы естімейді дегені өсек ғайбат тыңдаған емес. Сөйлей алмайды дегені жаңағыдай бір өтірік, өсек, ғайбат сөйлеген емес. Қолы жоқ деген рұқсатсыз бір нәрсе ұстаған емес. Аяғы жоқ дегенім рұқсатсыз үйден шығып бір жерге барған емес. Міне осы қызым деп соны батасын беріп некесін қиған екен. Олардан осы екеуінен жаңағы Нұғман ибн Сабит, яғни Абу Ханифа есімді бала өмірге келген. Субханалла. Тіпті сол Абу Ханифа рахмахуллах 9 жасында кіші ғалым атағын алған кезде көршілері, достары жаңағы Абу Ханифа рахмахулланың анасынан сүйінші сұрап келеді. Сол кезде анасы жай барақат сол баласын кірін жуып отырған көріністе отырады дейді ауласында. Жаңа хабарды естіген кезде ешқандай толқымай, қатты бір әсерленбей, жай сөзбен жауап бере салды дейді. Ол балам белі бесіктен шықпай ғалым болып туылатын еді, егер де оның әкесі сол уақытысындағы алманы рұқсатсыз жемегенде, балам белі бесіктен шықпай ғалым болып туылатын еді деп осындай жауап айтқан екен. Яғни ол қыз жаңағы өте өзіне берік болған, тақуа болған. Ол тақуа қыздан болашақ ұрпағында өте тақуа ғалым өмірге келетініне ешқандай күмән болмаған екен. Құрметті ағайын туыстар, міне Алла тағала баршамызға салиха ұрпақ берсін. Жалпы қыз бен жігіттің жүрудегі мақсаты негізінде үйлену мақсатында әрине болу керек, және оның да мақсаты болашақ жақсы салиха ұрпақтың өмірге келуі. Салиха ұрпақтың өмірге келуіне жаңағы жігітті бойындағы сипаты әсер етеді екен, және қыз баланың да тақуалығы өте әсер етеді екен. Соған байланысты мына сұрақ иесі жүруге болады ма деген мәселенің жауабы осылай болды. Құрметті жастар, осы өсиетке құлақ асуға шақырамыз. Бей барақат ешқандай бір себепсіз, ешқандай үйленуге ниеті жоқ жігіттерге айтарымыз, біреудің аялаған қызына көз салмауға шақырамыз, қарамауға шақырамыз. Ол харам болады. Білім алу керек, өзінің пайдалы уақыттарын бос жібермеуге әрекет жасау керек. Ал үйленетін сәт келгенде барып, оған шариғат рұқсат етеді. Жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей, тек қана үйленетін мақсатпен ғана ниет еткенде барып, бөгде қыз балаларға қарауға рұқсат етіледі, оларға сөз салуға рұқсат етіледі. Шариғат шеңберінде сол жастардың тілмен айтқан кезде олармен жүруге рұқсат етеді. Алла субхана ва тағала сұхбатымызды берекелді, хайырлы етсін, жастарымызға иман тауфиқ берсін. Алла тағала жастарымызға тақуалық берсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.